Бұл есептің атауы түзу сызықты функцияның теңсіздіктер жүйесі. Неге түзу сызықты? Себебі бізде x ешқандай дәрежеде емес, яғни бұл бізде түзу сызықты функция. Одан кейін теңсіздік. Неге теңсіздік? Себебі бізде мынандай белгілер бар, кіші немесе үлкен. Одан кейін жүйе, яғни жүйе болған кезде бізде осындай үлкен жақша. Енді бұл есепті қалай шығаратынын бірге қарастырайық. Біріншіден бізде сандар және әріпті өрнектер деп бөліп алайық. Әріпті өрнек бізде 2x пен x, оның барлығы сол жаққа жинаймыз. Яғни 2x азайтылған x, себебі мына жерде қосу x, оны сол жаққа аударғанда таңбасын өзгертеді. Үлкен 5 қалады, және де 7-ні оңға қарай тағы да ауыстырсақ, бізде теріс таңба, яғни минус 7. Яғни оң жағында бізде сандық өрнектер болады. Сол астындағы теңсіздікті де дәл солайынан шығарамыз. Кіші 8 азайтылған 2, және де осыдан 2x-тен 1x алатын болса, менде x болады. Ешқашан 1x деп жазбаңыздар. x үлкен 5 азайтылған 7, ол бізде минус 2-ге тең. 3x азайтылған x, ол бізде 2x-ге тең. Кіші 8-ден 2-ні алсақ 6-ға тең. Ары қарай x үлкен минус 2 қалады. Екіншісі бізде x кіші 3-те, себебі 6-ны 2-ге бөлдік. Ары қарай бұл есепті жауабын жазу үшін әрбір теңсіздікке біз мынандай координаталық түзу сызамыз. Енді минус 2-ні белгілеп алайық. Бізде қатаң белгі, сондықтан бұл нүкте боялмайды. 3 бізде тағы да боялмайды, себебі бізде қатаң белгі теңсіздіктің. Енді минус 2-ден үлкен, яғни x үлкен. Мына x-ның орнына қандай санды қоятын болсақ, теңсіздік орындалады. 1-ді қоя аламыз, 0-ді қоя аламыз, минус 1-ді қоя аламыз, 3-ті қоя аламыз, 10-ді қоя аламыз. Оның барлығы бізде минус 2-ден оң жағында орналасқан. Яғни мынаның барлығын былайынан белгілеп аламыз. Келесі, x кіші 3-тен. 3-тен қандай сандар кіші? 2, 1, 0, яғни бұның барлығын біз сол жағына бүйтіп тағы да бояп аламыз. Енді бізде мына жерде қиылысу бар, яғни минус 2 мен 3-тің аралығында қиылысады. Олай болса, жауабын жазатын болсақ, бізде x қабылдайтын мәні минус 2-ден 3-ке дейінгі аралық. Мына екінші есепті өздерің шығарып комментарияға жазып кетіңдер. Егер осындай есептерді оңай әрі тез шығарғыларың келсе, біздің онлайн мектебімізге келіңіздер және де тіркеліп ал, себебі келесі жолы басқа есептерді де қарастырамыз.